Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен өте дәмді шоколадты тарт дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, видео ұнаса жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Шоколадты тартқа қажетті ингредиенттерді осы видеоның астындағы описаниеде қалдырамын. Алдымен біз қамырын дайындап аламыз. Бізге 300 грамм ұн, 10 грамм қопсытқыш және 180 грамм сары май, 100 грамм сахарная пудра, 1 жұмыртқа қажет. Алдымен құрғақ ингредиенттерімізді араластырып аламыз. Ұнды, сахарная пудраны және қопсытқышты. Енді құрғақ ингредиенттерімізге сары май мен жұмыртқамызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей қамырымыз осындай өте жұмсақ болып шықты. Мен бұл қамырдың қазір жартысын пайдаланамын. Жартысын морозильникке, целлофанға немесе пищевая пленкаға орап салып қоямын. Келесі бір сметаник немесе тағы бір пирог жасағанда қолданатын боламын. Егер сіз көлемін үлкен қылып формаңыздың және де қамырының қалың болғанын қаласаңыз, онда барлығын қоса берсеңіз болады. Мінекей қамырымызды формаға жайып шықтық. Менде форманың диаметрі 22 етіп алдым. Сіздер өз қалауларыңызға байланысты алсаңыздар болады. Одан кейін қамырымыздың әр жерін шанышқымен тесіп, қызып тұрған пеште 10 минут пісіріп аламыз. Шоколадты салмамызды дайындау үшін шоколадты, сары майды және кілегейді үшеуін орташа отта ерітеміз. Одан кейін аздап суытып аламыз. Одан кейін 2 жұмыртқамызды алып, шанышқының көмегімен араластырамыз. Одан кейін жұмыртқамызды шоколадты салмамызға салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Шоколадты салмамызды қамырымыздың үстіне құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей бізде өте дәмді шоколадты тарт дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын.